Зайым, не істейін деп жатырсың? Мен ыдысқа салайын. Гүлді отырғызайын жасың ба, мына гүлді? Иә. Иә, мына гүл отырғызасың, нең атысың ба? Иә, атысың. Сосын не істейсің? Тас салам. Тас саласың ба? Ал сала қой тасың ба? Дұрыс, тастарын сала қой. Бұл тас салатын себебіміз, тас не істейді? Ауа өткізеді астына және суды өзіне ұстап тұрады, ылғалдандырып. Енді не істейсің, бұған тастың үстіне саламыз? Мынандай. Ол не? Мынау не? Мынаны салмаймыз ба? Топырақ саламыз. Топырақ саламыз, дұрыс айтасың. Көмектесіп жіберейін ба? Мен күтті көмектесіп жіберейін, иә? Өзің саласың ба? Өзім саламыз. Шайнек неге кеп қойғансың? Су қоямыз. Су құясың ба? Соның ішінде су бар ма? Иә. Тез салды. Топырақ саламан кейін не істейміз? Сосын мен саламыз. Ол не нәрсе? Гүл. Алоэ вера деген гүл, иә? Гүл. Алоэ вера деген гүл. Бұның көптеген емдік қасиеттері бар. Ертең өскесін істейміз, оны емге пайдаланамыз, иә балам? Иә. Ал, тағы топырақ сал, тамыр көрінбей қалу керек. Сала қой. Дұрыс. Қазір су жасын басыла қойсын. Дұрыс. Сал. Иә? Енді суымды құя қой, дұрыс, сосын су құямыз дейсің ба? Оны айналдырып қойема, айналдырып қойжасына. Дұрыс болды, отырғыздық. Енді қай уақыттарда құясың бұған суды? Тұрасың, иә? Иә, күттісей су құяп тұрып. Сосын күнде осыны бақылап тұрасың ба? Иә. Дұрыс, бақылап тұрасың, иә? Күнде. Бақылап құрам. Дұрыс болған. Енді қайқа қоямыз бұны? Гүлдердің қасына қояйық. Қай жерге қоямыз? Күн жақсы түсіп тұратын жерге қоюымыз керек, иә? Иә. Қай жерге қоямыз балам? Жоғары қояйық та, күн түсіп тұратын жерге қояйық. Мына гүлді алайын. Иә, осының орнына сосын қойып жіберейік. Балам, көзайып. Мына алоэ вераның саған енді мен емдік қасиетін айтып берейін. Бұл көптеген ауруларға ем. Мысалы айтатын болсақ, тері ауруларына, тері күйген кезінде, тері жарақаттанып шырылған кезінде, теріге жара шыққан кезде осы алоэ вераның ішіндегі гелін алып жағады. Сонымен қатар бетке шығатын безеу деген бар, қызыл бөртпектер болады, денеге шығатын. Мен сол ауруларға да осы алоэны емдейді, емдікке пайдаланады. Онан кейін асқазан ішек ауруларына да пайдаланады. Асқазан ішек ауруларына пайдалану үшін бұның ішіндегі сөлін, яғни гель деп атайды, сол сөлін алып суға араластырып ішеді. Салқын тигенде пайдаланады, бұның сөлін миксермен блендерге араластырады да қатты езіп, соны пайдаланады салқын тигенде. Бұл сонда иммунитетті де көтереді, яғни иммундық жүйені жақсартады салқынға пайдалану арқылы. Тағы да көз ауруларына пайдалануға болады. Мысалға, мен очки киемін ғой, менің көзім көрмей бара жатыр, иә? Сол келесі жылы, мына бір жылдан кейін мынаны пайдаланамыз ғой. Сол бір жылдан кейін сен маған осыдан дәрі жасап берсең болады. Мына ішіндегі жаңағы сөлін, гелін алып, мёдқа араластырып, менің көзіме құйса, сол кезде мынадан жақсы дәрі жасап, менің көзім көргіштігі жақсарады. Осындай көптеген ауруларға ем. Сондықтан осы алоэ вераны отырғыздық бүгін. Оны отырғызу үшін де, жаңа саған айтқан жоқпын, отырғызу үшін де ең бірінші, бұны 10 күн, 1 ай бұрын біз алып қоямыз жерге, топырақтан.
бұл тамыр кебек 10 күн 1 ай ішінде. Содан кейін барып маған отырғанымыз жаңағы жерде. Мен бұны 1 ай бұрын ақылған алуы. Түсіндің бе? Сондықтан енді бұны біз күнне 4 күнде 4 күн 5 күнде бір суғарып тұрасың. Бір көресің бейтін, топырағы құрғаған болса, жаңа суғардың ғой, мынау ылғал болыпты. Бейті қараған кезінде топырағы кеуіп тұрған болса, бірден су құясың. Жақсы ма? Әртүрлі бір құйғанда таза су құй, екінші құйғанда шекер араластырған су құй. Сөйтіп, судың түрлерін ауыстырып тұр. Жақсы ма? Әртүрлі нәрсені қосып тұрасың. Әртүрлі тыңайтқыштарды қосып тұрсаң, ол әдемі жақсы болып, жап-жас болып жайқалып өседі. Түсіндің бе балам? Біз қызымыз екеуміз бүгін осындай тәжірибе жасадық бөліп отырғызу үшін. Бізді тыңдап, бізбен болғандарыңыз үшін, назар аударғандарыңыз үшін көп рахмет.